Құрметті халайық, Тоқаев пен Зеленскийдің кездескенін көріп жатқан шығарсыздар, иә? Тоқаев пен Зеленский Нью-Йоркте кездесті. Бұл және кездесу кезінде екі мемлекеттің басшысы орыс тілінде емес, ағылшын тілінде өзара пікір алмасқанын әлеуметтік желіде талқыланып жатыр. Не себепті олар орыс тілін пайдаланбады? Тоқаев мысалы дипломатия тілі ретінде неге орыс тілін таңдамады? Не болмаса Зеленский неге орысша немесе украинша емес? Екі мемлекет басшысының ағылшын тілінде сөйлескенін саясаткерлер кеңінен талқылап жатыр. Демек, дипломатия тілінде ағылшын тілінің қаншалықты қажет екенін көрсетсе керек. Сонымен, Зеленскийді осы кезге дейін Путин Кремльге шақырып келді. Алайда Зеленский айтты: Кремльде емес, Мәскеуде емес, бейтарап мемлекеттерде кездесейік. Мысалы Швейцария, Австрия, мысалы Түркия, Сауд Арабиясы сияқты мемлекеттерді ұсынған болатын. Алайда Путин Мәскеуден шыққысы келмей отыр. Әлемдік осындай үлкен жиындарға Путиннің өзі бармайды, өзінің министрлерін жібереді. Бұның өзі Путиннің былайша айтқанда изоляцияға, өз-өзін осындай жаңағы әлемдік саясаттан алшақтатып отырған көрсетеді. Мүмкін қорқады, мүмкін батылы жетпейді, мүмкін өзіне сенімсіз, кім білсін. Бірақ Путин Нью-Йорк сияқты мына әлемдік саясаткерлер кездесетін үлкен орындарға барудан үнемі бас тартып келді. Оның себебі әлі күнге дейін түсініксіз. Енді Зеленский өзінің ұсыныстарын айтқан болатын. Мына жақта кездесек, я Сауд Арабиясында кездесек, Швейцария немесе Австрия сияқты Европаның басқа да мемлекеттерінде кездесек деген сияқты ұсыныс айтқанымен Путин бұған көнбей отыр. Енді не керек? Зеленский айтты: онда Қазақстан сияқты мемлекет қалайсыз ба? Қазақстан сияқты мемлекетте кездескенді жаңағы қабылдайсыз ба деген кезде осындай сұрақ қойды. Ал Тоқаевтың өзі: біз Ресей Украина арасындағы осынау мәселені шешу үшін арағайындық жасамасақ та, Қазақстан екі мемлекет басшысына келіссөздер өткізетін үстел дайындап беруге көмектесетінін айтып отыр. Демек, Қазақстанға Путин жиі келіп кетеді десек болады. Әр келген сайын Қазақстанда өзінің жұмысын реттеп кетеді. Қазақстанға келіп кету Путин үшін аса қатты қиын емес. Демек, Зеленский мен Путиннің бетпе-бет кездесуі Аляскада, Америкада, Европада емес, осы дәл Қазақстанда өтуі мүмкін. Ал бұл әлем назарын Қазақстанға аударады деген сөз. Бұл келіссөздер осы кезге дейін, мысалы Назарбаевтың тұсында білесіздер, Сириядағы оқиғалар бойынша келіссөздер, Ердоған мен Путиннің арасында үлкен кикілжің болды, оны білесіздер. Түркия өзінің жаңағы әуе кеңістігіне кіріп кеткен ресейлік жаңағы әскери нысанды атып түсіргеннен кейін Түркия мен Ресей тіпті бір-бірімен қарым-қатынастарын үзе бастады. Осы кезде Назарбаев арағайындық жасап, Путин мен Ердоғанның арасында татуластыру үшін жүгірген болатын. Зеленскийдің Мәскеуге бармауы әрине ол орынды нәрсе, өйткені Зеленскийді тіпті заңды президент деп те ойлап отырған жоқ Кремль саясаткерлері. Егер де ол Мәскеуге баратын болса, оның тұтқынға алынуына кім кепілдік береді? Әрине, Европа мемлекеттерінің басшылары кепілдік бергенімен, білесіздер, шындап келген кезде, шешуші сәтке келген кезде, әркім өзінің пайдасын, өзінің жаңағы мемлекетінің мүддесін ойлайды. Сондықтан Зеленский Мәскеуге емес, бейтарап мемлекеттерге шақыру әрине ол орынды. Алайда Путин ондай мемлекеттерге барғысы келмейді. Ендеше барғысы келмесе, Қазақстан сияқты мемлекетке барғыңыз келе ма, сол жақта кездескіңіз келе ма деген Зеленскийдің айтуда орынды. Тоқаевтың өзі айтып отыр: біз Зеленский мен Путиннің арасында осындай кездесуді ұйымдастырып бере аламыз деп отыр. Кім білет? Әлем мемлекеттердің басшылары Путин мен Зеленскийді кездестіре алмай жатыр ғой. Мүмкін осы кикілжіңді реттеу үшін Зеленский мен Путин Қазақстанға келіп кездесе ма, кім білсін.